басты ұйытқысы сондай жаңағы белсенділердің бірі біздің Айнагүл Кешілбаева, АСУ 82-2-ден. Одан кейінгі тұрған Гүля Құрманбекова, АСУ 82-4. Одан кейінгі белсенді қыздардың бірі, менің 30 жылғы подруга дней моих суровых дейді. Гүлжан Нұржігитова, АСУ 82-4. Негізі осы отырыстың ең басты ұйытқысы чат құрылғаннан кейін, одан кейін Қапшағайда кездесеміз, анда кездесеміз, мында кездесеміз деген көп әңгіме болды чатта. Бірақ соның барлығының ұйытқысын бір күнде бір нүктеге қойып шешіп, соны көш бастап келген осы Гүлжан, оны ер азамат болып қолдап, өз алып келген Бекзат, одан кейін қалған құрдастар АТМ 82, одан кейін барлықтарыңыз осы жерге келіп қосылып жатырсыздар. Енді біз сізде бөлінбейміз.